Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі гүл шифлера туралы айтатын боламыз. Бұл қазіргі кезде кеңселер мен үйлердің интерьерін әсемдейтін тропикалық гүл. Табиғатта бұл өсімдіктің тұқымы кішкентай ағаш, бұта немесе жүзім тектес болып келеді. Гүл өсірушілер шифлераны әдемі гүлдері үшін бағалайды, бірақ олардың гүлін біз табиғатта немесе ботаникалық бақта тұрған өсімдіктерден көре аламыз, ал үй жағдайында бұл шифлераның гүлін біз көре алмаймыз, өйткені үй жағдайында бұл шифлералар гүлдемейді. Бұл өте қарапайым, сондықтан оған күтім жасау кезінде барлық біздің үй гүлдерімізге қалай күтім жасаймыз, сондай ортақ ережелер қолданамыз бұл шифлераға да. Мынау менде кеше сыйлыққа келген шифлера, бірақ бұның топырағы кешегі фикус бенджаминнің топырағына қарағанда өте сазға отырғызылған топырақ екен. Соның өзінде бұл шифлераның майда-майда ақ жаңадан өсіп келе жатқан тамырларын көруге болады. Мен енді бұның барлық топырағын алып тастамаймын, өйткені бұл ұзақ уақыт осы саз балшық топыраққа үйреніп қалды. Сондықтан да мен тек шамалы ғана үстіңгі, сосын астыңғы жағының топырақтарын алып тастаймын да еге беремін. Содан кейін барып келесі жылы, егер де бұл жақсы өсіп жатса, осылай тұра береді. Егер де ыдысы тамырына толатын болса, оны келесі жылы басқа ыдысқа отырғызатын боламыз. Шифлера гүлі мол суарғанды жақсы көреді. Ол жазда аптасына 2 рет, ал қарашадан сәуірге дейін, яғни қыс айларында аптасына 1 рет су құйып тұрсақ болады. Онда да бұның топырағының кебуіне қарай көреміз. Су бөлме температурасында болу керек, тұндырылған су болу керек. Өздеріңіз білесіздер, менің әр осындай гүлдер туралы видеоролик түсіргенде мен осы су туралы айтып өтемін. Бірден краннан алынған суды пайдаланбаймыз. Тұнған жылы су болу керек. Міндетті түрде қыстаңғы уақытта, қыс айларында біз бұл гүлдерге жылы суды жылытып береміз, жылы су береміз. Сонымен қатар жапырақтарын дымқыл шүберекпен сүртіп тұрамыз, сосын жапырақтарына су бүркіп тұру керек. Ол осы ылғалды әдістерді жақсы көреді. Гүлді көктемнен күзге дейін айына 1 рет, ал қыста азырақ 2 айда 1 рет тыңайтқыш беріп отырсақ болады. Бұл гүл, егер де біз гүлді қайта отырғызатын болсақ, тыңайтқышты дереу қолдануға болмайды. Бұл гүлге тек қара су құйып қоямыз, жылы су. Сосын бұл гүл енді отырғызғаннан кейін стресс алады, сондықтан да стресске қарсы біз циркон, ипин берсек болады. Қашан бұл гүлге жас жапырақтар, яғни өскіндер пайда болады, сол кезде бар біз бұл гүлдерге, яғни шифлера гүліне тыңайтқыш берсек болады. Гүл ыстықты ұнатпайды. Орташа бөлме температурасы қажет. Қазір күн салқындағасын біз үйдегі жылуды қостық, сондықтан да бұл гүлдерді ыстық батареядан алыстау қоямыз. Өйткені батареяның ыстығы бұл гүлдің жапырақтарын сарғайтып жіберуі мүмкін. Жапырақтары сарғайса, бұның жапырақтары түсе бастайды, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да ыстық батареяның алдынан алыстау қою керек. Міне мен ыдысын алдым. Бұл ыдыстың алдында асты тесілген, бірақ тесігі аздау. Енді соның тесігін молдау қылып кесеміз. Өйткені су жақсы өту керек, топырақта тұрып қалмау керек. Сондықтан да біз астындағы тесіктерін молдау қылып тесіп аламыз. Енді ыдыстың астына кішкентай ғана су өткізетін, яғни гүлдердің тамырына ауа кіргізіп тұратын кішкене дренаж саламыз. Содан кейін осындай жақсы борпылдақ топырақ, қоректігі бар, жеңіл топырақ болу керек, және де тамыры бұл топырақта демалу керек. Міне енді біз гүлімізді егеміз. Бұның ыдысы өзіне шақ, үлкен емес. Осындай ыдыс пайдалану керек. Егер де үлкен ыдыс пайдаланатын болсаңыздар, бұған көп су құю керек болады. Сосын ол су топырақты ылғал қылып ұстап тұрады да,
ұзақ кеппегеннен кейін гүлдің тамыры шіри бастайды. Сондықтан да бұның тамырына қарай жаңғыз бұл шифлераға емес, басқа гүлдерге де шағын ыдыс таңдаймыз. Жас өсімдіктерін жыл сайын көктемде немесе күзде өзінің ыдысынан үлкендеу ыдысқа отырғызамыз тамырына қарай, ал үлкен өсімдікті 2-3 жылда бір рет отырғызамыз. Егер де сіздер жыл сайын ыдыстарыңыздың топырақтарының үстіңгі бөлігін алып, оған шамалы осы 10-15 сантиметрдей биіктікте қайтадан басқа топырақ салып қойсаңыздар да болады. Ал қайта отырғызатын болсаңыздар, ол кезде өзінің отырған ыдысынан үлкендеу, бірнеше есе үлкен ыдыс алуымыз керек. Міне енді біз гүлімізге өзімнің жасаған өте жеңіл топырағымды салып жатырмын. Енді көреміз. Егер де бұл жақсы жетіліп, жақсы өсіп кетіп жатса, мен сіздерге осы гүлді арасында шортс есебінде түсіріп көрсететін боламын. Шифлера қайда тұру керек? Оған ең жақсы орын жақсы жарықтандырылған терезенің алды. Гүлді терезенің алдына қойған дұрыс. Жапырақтарының түсі өзгерсе, гүлді дереу күн шуақты жерге көшіргеніміз жөн, өйткені оған күн жетіспейді. Күн жетіспегендіктен де шифлераның жапырақтары сарғая бастайды. Ал жаз мезгілінде тікелей күннің көзінен қорғаймыз, өйткені тіке күннің көзі бұның жапырақтарын күйдіріп жіберуі мүмкін. Шифлераны қалай жайқалтуға болады дейтін болсақ, шифлера өкінішке орай бұл тыңайтқышқа онша бейім емес, онша тыңайтқыш көп жақтыра бермейтін гүл. Егер кескіннен кейін тек бір бүршік пайда болған жағдайда, оны біз жаңағы шифлераны кесеміз ғой, кескеннен кейін егер де бір бүршік пайда болғанын көрсеңіздер, ол бүршікті шымшып алып тастаңыздар. Содан кейін барып гүлдеріңіздің жайқалып өскенін байқайтын боласыздар. Гүлдеріңізде бірнеше бүршік немесе бірнеше өскін пайда болып, гүлдеріңіз осылай жайқалып өсетін болады. Шифлераның кей кезде жапырақтарын сарғайып түсуінің себебі ол ауа температурасының төмендеген кезде, яғни 18 градустан төмен болған жағдайда, я болмаса сквозняк болғанда, немесе суды тым көп құйып жіберген кезде, ол жапырақ тастай бастайды. Ал шифлераның ала жапырақтысы көбінесе күннің көзін жақсы көреді, сондықтан да күннің көзі жақсы түсетін жерге қою керек. Шифлера гүлі көлеңкені жақтырмайды. Жаңа мен айтып кеттім, жоғары жақта ол көлеңкеде тұрса, жапырақ тастай бастайды. Сондықтан да шифлера гүлі ол өте жарық сүйгіш гүл. Сосын бұл гүлге күніне, я болмаса 2 күнде бір рет су бүркіп тұрған жөн. Сол кезде бұл жақсы өсетін болады. Міне менің сіздерге осы шифлера гүлі туралы видео ролигім пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерде гүлдер үйлеріңізде осындай шифлера гүлі болып жатса, осы менің кеңестерімді пайдалансаңыздар болады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.